Жүсіпбек Аймауытов, Ақбілек романы 10 бөлім. Арада 4-5 күн өтті ме, қалай? Ақсақал үйде жоқ еді. Ақбілек Сарасын қолынан ұстап, әйнек алдында тұр еді. Малшылар мал қоралатып, мал шығатын сиыр сауып жатыр еді. Қораның жоғарғы бұрышынан әйелдің жаулығы ағараң етті. Ұрқия екен. Қалқам, құлағыңда келші деді. Шын ба? Шын емей? Ақбілек Қажікенді шақырып кел деп сіңілісін жіберді де аузы жабыса қалды. Енді қайтеміз? Біздікіне түседі де. Ағайдан ұят емес пе? Жоқ, ойбай, екеуіңнен бөлек онда не ой бар дейсің? Біздікінен бір тоқты сойыңдар. Шырайлым-ау, о не дегенің? Оған бір күн қонақ ақы бере алмағанымыз ба? Ақбілектің жүрегі алып ұшып барады. Үйге кірді. Шам жақты. Шай жасады. Алашаның қайрылған жерін жазды. Жайнамазды дұрыста білді. Әйтеуір бір жерде байыз тауып отыра алмай, оған да бұған да алаңдай берді. Ол бейне бір осы үйдің ішін көруге, сынауға, мінеуге келген кісі тәрізді. Бәрі де жинақы, таза, ретті болса екен дейді. Самаурынында Қажікеннің жеңі де, малшығатының бет аузы да, дастархан, орамалда кір тәрізді. Қарағым-ау, жеңің салтақ-салтақ болып кетіпті ғой. Мұрныңды жеңіңмен сүртпесейші, әлдекімнің баласына ұқсап, деп Қажікенді иегінен қақты. Қажікен Сараның қолындағы бауырсағын түсіріп, Сара ыңылдап жылағалы келе жатыр еді. Айналайын күнім, қоя ғой енді. Бауырыңа тимесейші, сенің есің бар ғой деп, екі бауырын уатып басал қайтты. Үрбе-ау, бетіңді кішкене жуып жүрсейші деп, қазаншы қатының алдына бір уыс топырақ тастады. Жаулығы тозып кеткенін жаңа көргендей, апасын ескі кимешегін бермек болды. Күнұзақ далада жүргенде іштерің пыспай ма деп қойшыға да тіл қатты. Бұғай сөзі дегендей қойшы таңырқап, неге пысады деді. Ақбілек бәрінің қамқор анасы өзіндей, бәрінде қанат астындағы балапанындай бауырына басып, жылытқысы келеді. Бәрінде өзінде қуанышты, бақытты болса екен дейді. Ешкімді ренжітетін, ешкімге жамандық ойлайтын түрі жоқ. Неге пысады деп, қойшының қоңырайғанын да жарастықты көреді. Қайтсын бақыр, шаршап келеді ғой деп ойлады. Шай күндегіден ұзақ ішілген тәрізді. Сараның ұйқысы келмейтін тәрізді. Қарадан қарап отырып асыға береді. Шай жиылысымен балалардың төсегін салды, тысқа шықты. Ас үйдегі үрбиеге барып, қазанды тезірек қайнат, ертерек жатамыз, ұйқымыз кеп отыр деді. Қайтып кеп, жұпар сабынын бұрқыратып, бетін, мойнын, білегін әбден тазалап жуды. Әбдірені ашып, мәре көйлегін киіп, балаларға көрсетпей, апасының ескі жаулығын орап, көрпенің қасына қойды. Ет піскенше Сара ұйықтап қалды. Қажікен қойшының қасында отырып, жалмауыз кемпір деген ертегісін айтқызды. Ет түсірілді. Ақбілектің ет жегісі келмейді. Малшыларға жеңдер дей береді. Етті жеп болып келе жатқанда Ұрқия келді. Жеңеше, ет же. Ұрқия ауыз дейін деп бір жапырақ салды. Ет жеп болғаннан кейін Қажікенді жатқызып, Ұрқиямен екеуі тысқа шықты. Әйнек алдында тұрып екеуінің күбірлескендегі әңгімесі қалай жолығу, қай жерде жолығу еді. Ұрқияның ойы Ақбілекті өз үйіне апарып, екеуіне бір табақтан дәм жегізу еді. Ақбілек әмір ағасынан ұялып, әрі үйдегі балаларды жалғыз тастап кетудің есебін таба алмай, бармауды қалап еді. Қаласа да, Ұрқияның ойы дұрыс. Шамның жарығында оны көріп отырып, бір табақтан ас жеген қандай жарастықты. Бұл тұңғыш жолығуы ғой. Әрі сөйлесіп, бері сөйлесіп, Ақбілек балаларды ұйықтатып, баруға бел байлады. Балалар ұйықтаған кезде Ақбілек мәре көйлегін, таза кемзалын киіп, жұпар иісін аңқытып, беқасам шапанын жамылып, аяғын ептеп басып, есікті ептеп ашып, буыны дірілдеп, табалдырықтан аттады. Ай жарық, қар күмістей жылт-жылт етеді. Жұлдыздар жайнап тұр. Екі үйдің арасындағы жалғыз аяқ жол қарауытып жатыр. Бұл жол жұмаққа апаратын жол тәрізді. Осы жолмен барып, қызықты, тәтті, сұлу өмірдің есігін ашатын секілді. Басқан сайын бақ есігі жақындайды. Жүрегі дүрсілі қағады. Ұрқия алдынан шықты. Әмір ағам қайда? Ауыз үйде. Сендер оңаша боласыңдар. Ой Аллай, Ақбілек шын сонымен бірге отырғаны ма? Ұрқия есік ашты.
Қатты ұйықтап оянғандай, қараңғы үй кенет жарқырап кетсе, көзін қандай ұялады. Бақ есігі ашылғанда Ақбілектің беті де ұялып, кіруге жүрексініп, әнтек кідіріп қалды. Кір қарағым, кір. Бұлар көрінбейді, бірақ осы үй толған олар. Көйлегін судыр еткізіп Ақбілек кіріп келді. Бекболатқа отырған үйі нұрға толып кеткендей болды. Ақбілек жеңгесінің артынан еріп сызылып келіп төменірек отырды. Тура қарауға дәті шыдамай төмен қарады. Есен бе қарағым деп әуелі Ақберген амандасты. Бекболат қалай амандасудың есебін таба алмай, есен бе қарағым деп жолдасының сөзін айта салды. Ақбілек шүкір деп ерінің ұшын қимылдатты. Тым-тырыс. Анаңның артының жақсылығын берсін. Құдай әмірі, бәрі мақұл, тек өз маңдайларың ашылсын деп үнсіздікті Ақберген сейілтті. Бекболат үндеген жоқ. Ақбілек уысындағы торғын орамалымен көзін сүртті. Бекболат төмен қарады. Арада Ұрқия етін түсірді. Қонақтарының қолына су құйып дастархан жайды. Төсін салып семіз тоқтының жарты етін түгел асқан екен. Оншақты тоқтының маңдайы ғой. Ақбілек күйеуіне онша таянбай, арасына бір кісі сыйғандай қылып табаққа таман отырды. Ақберген пышағын алып, тураймыз ба дегендей Бекболатқа қарады. Бекболат ым қақты. Құдағи, мұнда келіңіз деп Ақберген астың алдын ана жақтағы қайнағасына жіберу керектігін білдірді. Ойбай, жей беріңдер қарақтарым, күйеу кәдесін соң істерсіңдер деп еді. Бекболат сақау кісіше ымдап болмаған соң Ұрқия табақты ауыз үйге апарып, бір жапырақ кесіп беріп қайта келді. Күйеулер Ұрқияны шақырып, төртеу болып табақты жағалай отырып ет жеуге кірісті. Ұрқия отырарда Ақбілекке қарап, қарағым, жақын отыр. Бекболаттан несіне ұяласың? Екеуіңнен жақын кісі жоқ. Бұда бір мереке емес пе деп түртіп еді. Ақбілек әнтек қозғалды. Әйтсе де табаққа да, Бекболатқа да қашығырақ еді. Я, сөйтіңдер, тізелесіп отырыңдар. Ұялатын үлкен кісі жоқ қой деп Ақберген де айтты. Екеуі бірдей қоймаған соң, Ақбілек қозғалып, Бекболаттың оң тізесіне шапанын сүйкей отырды. Жеңдер, алыңдардан басқа дастархан үстінде пәлен сөз бола ма? Жасырын келген күйеу түгілі етке бас қойғанда әлдеке ағайлардың да аузына құм құйылып қалады. Бәрі де әдепті, сыпайы, бірін-бірі қалтқысыз сыйлап, шын көңілмен жақсы көріп өліп өшіп отыр. Ет жеп отыр деймісің? Бұлар ырыс жеп отыр ғой. Бекболат көз қырымен жарының бетіне қарап қояды. Ақбілек бұрынғыдан да сұлу, әдепті, салмақты, сәулім болған екен деп ойлайды. Мұндай жары болғанына ішінен мақтанып, мұртынан жымыңдайды. Ақбілек әнтек именіп, бетінің ұшы ойып алғандай қызара береді. Бекболаттың бетіне қарауға шыдамайды. Оның салал саусақтарына көз түскенде, қарамұрттың саусағы есіне түсіп, өз ойынан өзі ұялып отыр еді. Күздігіні беймаза қарашығындай, дәл осы арада есіне түсіп, мазасын алғанға ішінен қынжылы береді. Бірақ Бекболат оны сезбеді. Сезді екен деп, Ақбілек шашын сипаған боп, шалқайыңқырап, Бекболаттың бетіне бір қарады да, көзіне көз түсіп кетті. Оның көзі сүйгенін бір сен деп тұрған тәрізді. Талмау, буалдыр көрінді. Ақбілек, менде сенің жолыңа жаным құрбан дегендей салалы, оқ кірпігін салмақпен қағып, жылдыраған қара көзін бір төңкерді. Екеуі де біріне бірі көңілі тойды. Тамақтан кейін Ұрқия күйеумен қалыңдықты ертіп шығарып салды. Екі жар қораның сыртына жеткенде аяқтары қоюлады. Әнекей тоқтады. Жар қолы жардың белін қысты. Ақбілек назданып жоғары қарағанда ай жүзін аспанда от көрді. Сүйсең сүй дегендей жұлдыздар жымың қақты. Қылыш мұрт бал ерінге тигенде демалыс ысынып, саусағы суынып, белгісіз қысылып, пішіні құбылып, иығы тиісіп, үндемей сүйісіп, мас болып жатқанын ақын Абай болмаса, біз суреттей алмаймыз. Аңсап жолыққан екі ғашық тар төсекте не айтысып не қойсады. Таң атқанша пыш-пыш деп көп сыбырласты. Ол сыбырды жазуға роман, қалам, аспан, қағаз, теңіз, сия болу керек. Және қараңғы үйдегі күйеу қалыңдықтың сыбырын тыңдайтын жеңгесі біз емес.
Оны жеңгелерінен сұрай жатасыз. Әйтеуір ел тұрмай Бекболат атқа қонды. Ақбілек шапанын бүркен қасында тұрып, жеңгесі қолтықтап аттандырып, саулық тілесті. Бекболат келіп кеткеннен былай Ақбілек анасының қайғысын аз-аздап ұмыта бастады. Өйткені өз тілегі, өмірі, өз бағы қызықтырып басымырақ бола бастап еді. Бекболаттың жиі келіп жүргенін тіледі. Онсыз өмірде қызық жоқ тәрізді көрінді. Алайда ол тілегін күйеуіне білдіруге ұялып еді. Бір күні жүрегі айнып құсқаны. Жүрегі бейжай болады да тұрады. Жұмыртқаға зауқы шабады. Таңданады. Жерік болғаны ма? Бекболат келіп кеткелі 5 күн аралаған жоқ қой. Онымен де тұрмады. Ақбілек толғақ науқасқа ұшырады. Үрхия өзі бала көтермесе де, бала көтерген әйелдердің жерік болғанда қайтетінін біледі ғой. Ақбілектің жата беретіні, жұмыртқа іздегені, талғағы, аумаған бала біткен әйелдің белгісі. Ақбілек жеңгесінен дертінің мәнісін сұрай берген соң, қалқам-ау, бойыңа бірдеңе бітті ме деп шошимын деді. Қойшы жеңеше, қайдан бітеді? Кім біледі? Жаңада емес пе еді? Қайдам? Тез білінуші ме еді? Біраз ай өткенде білінсе керек еді. Ендеше бұрын болды ғой, сөйтіп масқара болмаса. Айтқандай-ақ 2 қабат болғаны күн асқан сайын мәлім болуға айналды. Етегі де көптен бері сынбапты. Іші томпайған іспетті. Ақбілекке бұл жаңа дерт болды. Ұзатқалы отырған қыз емес. Күйеуінің келгенін жұрт білмейді. Және күйеуінен екенде 2 талай. Дерт болмай қайтсын. Жеңгесімен сыбыры тағы молайды. Баланы қалай түсірудің амалын кеңесті. Үрхия жансыздан, кәрі қатындардан бала түсірудің ем-домын сұрастырды. Бала бірдеңеден шошығанда, жығылғанда, оқыста түсетінін білді. Үрхия қараңғы бұрышта тығылып тұрып, Ақбілек келе жатқанда аптеп шошытып байқады. Ойнағансып ішке түртіп байқады. Оған түсетін бала көрінбеді. Ақбілектің ішкені ас болмады. Жатуды, күрсінуді көбейтті. Сөйтіп жүргенде бір күні отырып Үрхия: шырайлым-ау, менде 2 қабат болдым, білем. Сарымсаққа зауқым шабады. Менің жүрегім лоулып, құсатын болдым деді. Сенікін қойшы, сенің тілегің бала ғой. Құдай көз жасыңды егенінде деді Ақбілек. Үрхияныкі де рас екен. Бір күні ауылдың 1-2 қатыны қабу қойып еді. Үрхия ауыз үйге барып, лоқсып құсып келді. Қатындарға келіп, жерік боп жүргенін, бала біткенін айтып, өстуші ме еді деп сұрады. Қатындар, Құдай берейін десе қиын ба деп тамсанысты. Құтты болсын айтты. Үрхия 2 қабат деген хабар кешікпей-ақ ауыл арасына жайылды. Тілеулес қатындар Байғұсовқа болсын деп Мамырбайдікіне араласқанын күндейтіндер: әй қойшы, ол бала тапса біздің сортөбетте күшіктер десті. Дегенмен Үрхияның 2 қабаттығы анық болуға айналды. 1-2 айдан кейін іші де білініп қалды. Аздан бері ақсақал аттан түспейтін болып кетті. Ағайын арасының даушары, кемпір назы дегендейін ақсақалдың алдына келмей тұрмайды. Біреуге о деп, біреуге бұ деп, сөзге кіріспесе ептеп-септеп, өз құлқынында ойламаса, ел адамның адамдығы айбыны бола ма? Әйтпесе ақсақал атана ма? Мамекең де ақсақалды қалпын құрып атқа мініп жүре береді. Не жұмыс барын кім білсін? Бүгін қасына ұлтарақты ертіп әбен ауылына кетті. Ел адамдары ол ауылға осал оңтағай жұмыспен бармаса керек қой. Ақсақалдың барысы да сірә тегін емес қой. Жүрерінде ауылдағы өрміш тайкөтті шақырып, сақал мұртын тұнжыртып, кеңірлік жүнін қырдырды. Ақбілектен жуылған көйлегін сұрап киді. Төс қалтасына 8 бүктеп таза орамал салды. Етігінде түкіріктетіп сүрттірді. Көптен бері бүйтіп түзелгенін Ақбілекте көрген жоқ еді. Бір сый жерге баратынын іші сезді. Әбен ауылы 30 шақырымда еді. Біздің қырекеңдер болса жолда бір ауылға қонып, бір ауылға түстеніп отырып 6-шы күні Қоналқаға әрең жетер еді. Мамекең ондай қол тиіп жүрген азбан ақсақал емес қой. Жолда атын бір шалдырып, қонаға Әбен ауылына келді. Жайлауда болмаса қыстауында отырғанда Әбен ауылына бармағалы 2-3 жыл аралатып кетіп еді. Әбен ауылы Алтайдың бір шорай қойнауында. Былқылдақ бұлақ. Бұлақ бойы тал, сырты орманды, ақпарлы заңғар тау. Алды бұйрат, бұйрат ішінде қамысты көл.
Бұлақтан өте берістегі ұзын қара қора әбендікі. Анау таудың өт бауырындағы жеке қора әкесімен туысқан Сатай қажынікі. Мамырбай ақсақал бұлақтан өтіп, қораның ығындағы тармақ діңгекке қарай келе жатыр. Арты тұтас, алды ашық, жарыса созылған екі ұзын қора. Ортасы беті ашық аран. Бұл аранға 5-600 жылқы сыйып кетеді. Теріскедегі ұзын қораның күнге беті жағалай есік. Мұның бәрі қойға, тайыншаға арналып соғылған бөлек-бөлек мал қора. Анау артқы көлденең өңшең ат қора. Күнгейдегі қора байдың үйлері. Өзі отыратыны бір басқа, екі қатынының үйі екі басқа. Баласының отауы, қонақ үй, малшыларының үйі, шошала, еттік, астықхана. Қораның төңірегі таптаза. Аранның түкпірінде буы бұрқырап, екі ат суып тұр. Ақсақал аттарын діңгекке байлатып, етегін қамшымен бір қағып, қақырынып, теріскей жақтағы кішкене есіктен байдың қорасына кірді. Қадалары бір-бір кісідей көш құлаш дөңбекпен, сыбысы шырыспен жабылған бүп-бүтін оқтай заңғар қораға кіріп келгенде, недәуір ақ денелі ақсақал баладай боп кетті. Өмірі мұндай қораға кіріп көрмеген ұлтарақтың көзі бақырайып, аузы аңқиып қалды. Толып жатқан есіктің қайсысына кірерін білмей аңырып тұрғанда, бір есіктен оңтайлы аттай даяшы жігіт шыға келіп сәлем беріп қонақ үйге бастады. Сыңғырлаған жаңа есіктің табалдырығын аттап, қонақтар үйге кірді. Ақсақал сәкі тақтайға отырар-отырмаста даяшы жып етіп етігін тартты. Ұлтарақ қолбаңдап жете алмай қалды. Етік қоятын жері де бөлме тақтайлы қабырғадан шығарған шкаф екен. Үйдің асты тақтай, төбесі қолдың саласындай мүсін шыршамен итарқалау қыла жауып, ақпен сырлап тастапты. Кіреберіс жер аласа, құр тақтай, одан арғы жер төрдегі үлкен әйнектерге шейін киіз, алаша, көрпе, бөстек төсеулі биіктегі сәкі. Екі әйнектің арасында жоғарыда желдеткіш зырылдап ән салып тұр. Ұлтарақ диірмен бе деп ойлады. Бұрыштағы карнезді нар пештің қуысында қаз мойын жез шәугім, пештің алдында үлкен жез шылапшын. Төрдегі көлденең сырықта қызыл ала тек жайнамаз, екі сүлгі. Осы секілді үш қонақ үйдің ортадағысына Мамырбай ақсақал келіп отырды. Оң жақтағы үйде де қонақтар бар екен. Күбірлеген дауыс естіледі. Қас қарайған кез еді. Даяшы жігіт жетілік лампыны жағып, қайыңның безінен нақыштап істеген үш сирақты күрсіге орнатып ортаға қойды. Біраздан кейін даяшы кіріп, бай келе жатыр деді. Ақсақал өңірін жиып, қобдиланып, тамағын кенеп, ұлық келе жатқандай шалқайыңқырап сіресіп қалды. Бай келді. Ақсақал ұшып түрегеліп, қол қусырып сәлем берді. Бай даусыны әрең шығарып, әлі қалды. Жарықтық, әлі қартайған жоқ екен. Безбелді қара бүркіттей, айыр сақал, қылыш мұрт, қабақты, қасты, мұрынды, айбынды, арғымақ, ақ сары кісі. Келбеті бұрынғының батырындай. Байдың қасында Мамырбай ақсақал емес, қарын тоғыршақ тәрізденіп кетті. Бай түрегеліп тұрып, даяршыға аяғын ұсынды. Даяршы мысықша жылп етіп, етігін еппен суырып, тері шалбарының құрысқан балағын жазды. Мамырбай ақсақал екі қолын ұсынғанда, бай бір-ақ қолын берді. Тіп-тік болып, қара ешкі терісі бөстегіне келіп отырды. Шаруалар амандық па? Деп келтеған амандасты. Ақсақал байдың күйі жайын ауыл аймағында қазып амандық сұрағанда, бай аман деп бір-ақ рет жауап берді. Аз тым-тырыстан кейін сапар оңғарылсын деді. Әлей болсын деп ақсақал қаутаңдады. Анау үйдегі кісілерді мұнда келтірші деп бай даяршыны жұмсады. Деді Ақмың 4-5 кісі жетіп келді. Байдың сіз берлік деген сөзінен ақсақал қадірлі қонақ өз екенін сезіп мардамсып қалды. Ол келген қонақтардың ішіндегі сорпаға шығары Иманбай би, Әлдекей, Мүсірәлі екен. Қалған екеуі солардың жолдасы. Бұлар сол ретімен ақсақалға таяу жерден орын алды. Қонақтар амандасып жайланған кезде үлкен көк дастархан жайылып, бауырсақ шөмеле боп төгіліп, ақ тәрелкемен екі жерден сары май қойылып,
Сары бие самаурын күжілдеп үйге кірді. Самаурынның екі жағындағы екі епті даяршы қара подносқа қызыл кәрлен шыны аяқтарды қатарлап тізіп шай құюға кірісті. Шай құюда тәртіп. Бірде-бірінің аяғын ауыстырмайды. Ілгері-кейінді құймайды. Ернеуінен асырмайды. Біріне-бірін соғыстырмайды. Әкке дүкеншілердей қолы-қолына жұқпайды. Төрдегілердің шайы күрең, қаймағы кесек болып құйылады. Мүсірәліден төмен кеткен соң шай көгілдірленіп, ар жағынан семей көріне бастайды. Майда, бауырсақ ұйтқысы да ақсақал алдында. Төменгі жаққа шашыранысы барып жатыр. Біздің ұлтарақтар шетке шыққан бауырсақты қасқырша қақши берген соң, бай, ана жаққа бауырсақ жіберші деді. Мамырбай ақсақал, бауырсақты үркітіп отырған сенбе дегендей, жолдасына зілді көзімен бір қарап қойды. Бытырап жайылған тоқтыларға содан кейін азырақ құт қонайын деді. Шай үстінде пәлендей сөз бола қойған жоқ. Ақсақал сегіз бүктеулі орамалын суырып, маңдайын сипай түсіп отырғанда, бай шын аяғын төңкерді. Кейін қалса, айып төлейтіннен жаман өзгелері де төңкере бастады. Шай жиылды. Байдың малдасын құрып отырғанын көріп, бар адам аяғын көсілген жоқ. Әлдекей өзіне өзі келіп қара шақшасын суырды. Бай ымғақты. Топырақ салған қалақшасы кішкене шылапшын әлдекейдің алдына жетіп келді. Сондай бір шылапшынды өз алдына қойып түкіріп отырды. Оны көрген ұлтарақтар қалай болса солай былш еткізуді доғарып, қақырғысы келсе тысқа шығатын болды. Әлдекей қазы мойынды баяғы қағысына салды. Мүсірәлі құс көрген қаршығаша қобдиланып, алақанын жайып еді. Әлдекей бетіне ажырая қарап, басын шайқап, шақшасын тұтамдап отырып алды. Алақаны жаюлы қалған соң, Мүсірәлі ұялыңқырап, кішкене деді. Өзіңдікін атсайшы деді. Әлдекей қырын қарап, әкел бері деп, Мүсірәлі омыраулап деден тартты. Болмайды деп, әлдекей оны елең қылмай жайымен түкіріне берді. Сол кезде бай жымиып, әлдекейге қарап, Мүсірәлі саған неге жабыса береді? Деу ақ мұң екен. Әлдекей қоқиланып, білмеймін, осы иттің маған неғып үйір боп жүргенін деп бір жымиып алды. Мүсірәлі әлдекеймен құрдас еді. Әзілге доғал болған соң, әлдекей оны иығынан түспеуші еді. Бай сонысын біліп, әлгі бейшараны тағы бір қолға ал деген еді. Байдың мұнысын сезген соң әлдекей ұзын кеңірдегін созып, баяғыда осы Мүсірәлі Шаян Ноғайдың бақалын қыдыртып жүреді деген кезде-ақ отырған жұрт жымыңдап күлуге ыңғайлана бастады. Бұл онда Бөкет пен құда ғой. Бөкет бір тілді адам еді. Сонда Мүсірәлі қалмақшы Исабаймен оңаша сөйлесе беріпті. Құдаңыз сізді керек қылмай кетті-ау деп жұрт Бөкетке қалжыңдаса керек. Сонда Насыбайын атып болып Бөкет айтқан екен. Батыр мен батыр маңдайласқан жауда бас қосады. Шешен мен шешен таңдайласқан дауда бас қосады. Молда мен молда жайнамазда бас қосады. Ит пен ит жер ошақта бас қосады. Анау қалмақшының иті, мынау қасқыр тымақтың иті. Екі иттің бас қосқан жері осы болды ғой деген екен. Жұрт ду күлді. Мүсірәлі қызараңдап, уа шіркін-ай, уа шіркін-ай, қашан сүй деп, өзің кім едің деп келе жатқанда, әлдекей тағы киіп әкетті. Тәнті мырзаның аузынан жалыны шығып тұрған кезі. Біздің Сәрсекеңе қырындап жүрсе керек. Қозыкеге келіп түсіпті. Қозыке, Сәрсекең алдына жай, Сәрсекең алдына жай дей берсе керек. Сонда тәнті мырза дастарханды серпіп жіберіпті. Жұрт аңтарылып отырып қапты. Омарәлі ділмәр адам екен. Сөзді со кісі бастапты. Ертеде бір хан Жаман хандікіне қонаққа келген екен. Жаман хан сасып салған жерден, хан, еліңіздің қатыны буаз ба, малы жуанты шама деп келе жатқанда, ана бөлмеде отырған қатыны шыжымды тартып қапты. Жаман хан борбайын ұстай-мұстай тұра жөнеліпті. Жаман ханның данышпан уәзірі бар екен. Жақсы хан уәзірден, ханың неге кетіп қалды? Қатыны буаз ба, малы жуанты шама дегені қай сөз деп сұрайды. Сонда уәзір отырып, қатыны буаз ба дегені еліңіздің есімі қалай деген еді. Малы жуанты шама дегені шаруасы берекелі деген еді. Сіз сол сөзіне түсінбеген соң кетіп қалды депті. Жақсы хан аттанған соң мені не деп кетті деп Жаман хан уәзірінен сұрағанда, уәзір манағы жауабын айтып,
сізді мақтап кетті депті. Сонда Жаманхан: уай әттеген-ай, шыжымды ерте тартпағанда одан да дәмді сөздерім бар деген екен. Сол тәрізді бұл кісінің шыжымын тартып отыратын бәйбішесі еді. Қозыкеннің сөзінде нарық жоқ деген соң Тәнті мырза мырс етіпті. Жұртта күліп қошемет қып тамақ жеуге кіріскен екен. Біздің Мүсірәлі де Жаманхан секілді, өзінен қатыны тәуір адам дегенде жұрт тағы күлісті. Манағы ма, Мүсірәлі одан жаман қызараңдап, дабырлап, сен бір надансың деп келе жатыр еді, Әлдекей тағы бір мысал сөйледі. Әкімбек мырзанікіне Алшыбайдың Сыламбегі келіп отыр екен. Жанәбіл қожа, осы асекеңдерде бар екен. Бір сөздің кезегінен Сыламбек Жанәбілдің қожалығына тиіп сөйлесе керек. Сонда Жанәбіл отырып: имам, таптазани мен қожан Бахауддин бір мәжілісте отырса, біреу Язид Жалал депті. Таптазани ғалым кісі екен. Зұл Жалал емес, Зал Жалал деген дұрыс десе, қожан Бахауддин қызып кетеді. Лауқы Мақпұздың өзінен қарайық дейді. Қараса Зұл Жалал екен. Сонда Таптазани назалан: ей тәңірі, Зал Жалал еді ғой, мынау өтірді сызып тастайын ба дегенде, Құдай тағала: сенікі де дұрыс, Зал Жалал еді. Бірақ мына Бахауддин кереметті құлым еді. Осыны ұялтпайын деп Зұл Жалал қып түзетіп қойып едім деген екен депті. Құдай өтірік айта ма деп Сыламбек Жанәбілді ұялтты. Жанәбіл Сыламбекті тоқтатқалы, қаз дауысты Қазыбек өлгенде, Бегі мысық әулие өлікті асасымен 3 салып, 4-ші сала бергенде, жындымысың деп біреу қолын ұстай алған екен. Сонда Бегі мысық әулие: ой, қолымды бекер ұстадың-ау, енді Бақдәулет 3 атасына шейін-ақ барар деген екен дейді. Сыламбек: Қазекеме 3 атадан соң келеді екен. Сөзден жығылыпты. Бұл Мүсірәлі рас, Таптазани сияқты ғалым адам. Одан-бұдан жинастырған сөз болмаса, бізде мұныкінде елім жоқ деп, Әлдекей надансың дегенге тағы оңдырмай кекетті. Жұрт тағы қарқ болысты. Жақсылардың бұл қаңқулап отырған Мүсірәлісі, құдасы келінін бермейтін болған соң, байдан жәрдем сұрай кеп отырған кісі еді. Партияда 5 түндікті артынан ерте алмайтын, ағайынға сүйкімсіз малжанды қарау адам еді. Мүсірәлінің иінін қандырған соң, қызыңғыраған бай бір жігітіне ымқағып домбыра алдырды. Жындығара деген жігіті қазақ пен сарттың айтысқанын айтып, қонақтарды ду күлдірді. Өлеңнен жалыққан кезде байдың бір ымқағуымен Жындығара ұртын қушитып, ернін шүртитіп, 2 қолын артына жіберіп, шапанын көтеріп, қанат қылып, еңбектеп, секектеп, бүркіт болып, төменгі жақтағыларға төніп, 2 аяғының арасынан насыбайын саңғыды. Оның қызығы басыла бергенде, Жындығара кетіп қалып, белдемше байлап, басын ақ орамалмен тартып, буаз мәтішке болды. Мәтішке бұлдырлап, орысшалап, әрқайсысына бір шарылдап, артымен еңкейе беріп, бұтының арасында қуыққа құйған суын қонақтардың үстіне шашты. Онысы буаз мәтішкенің түзге отырғанын салған еді. Көбінесе буаз мәтішкенің құты Мүсірәліге түсті. Төрдегі Мамырбай, Иманбай, Әлдекей ақсақалдар мәтішкенің сыйынан қағыстау қалды. Әңгіме, ойын күлкімен отырғанда тамақта пісті білем. Даяшы сыбыр еткен соң бай өз үйіне кетті. Қонақтарда бір қабат желпініп, ойбай қызығай десіп, күн райын, тоғабын сөз қылсып үйге кірді. Ет мейлінше мол болды. Тең жартысы жеусіз қапты. Ет асауға бір адам келген жоқ. Байдың тәртібі солай ғой. Семізтай сойған екен. Жылы жұмсағын салған екен. Табақ жайылған кезде Әлдекей көңілденіп, Тоқтар Ишанның айтатын қазы ю, қозы ю, қызы ю, қымызы ю болған екен деді. Десе де, оптығып отырған кісі құмағайланып, үлпершектен басын қырап жіберіп, қараған қуған түйеше қолы қыдырыңқырап, қара кесегін іздеп кетті. Өзгелері де мелдегінен атып, майды саусақтың саласынан ағызып, жаласып, саусақпен бірге бойы да балқыды. Әлдекей жұрттың көңілдегі сөзін біле қояды ғой. Шіркін, бай десе бай ғой дегенде, өзгелері де есеп бар ма? Құдай берген кісі ғой десті. Иә, Құдай берген кісі ғой. Торы шолақта 5 тал құйрық бар.
Оның жарымы да тал сияғы жоқ бірдеңе. Жол дегеніңіз өртеңдегі қараған. Сондықтан бекен үй ететін бастай мойны қылқиып тұрғаны. Бүтін арқаны торы шолаққа тағдыр жазған емес. Қолыңды арқасына таман апарсаң, құлағын жымитып, артын қиқаң еткізіп, тізгіннің ар жақ тілін тартып тұрмасаң, қоң етіңнен қыршы болады. Торы шолақтың жоны сида, қарны қабақтай, бұты таяқтай. Сонда да шолақ тоймыш. Өмірі арықта, семізде боп көрген жоқ. Торы шолақ ыстық боп көрген мал емес. Аузын жерден екі елі айырмайды. Жұрт торы шолақ тоймыш болған соң арқасынан ер түспейді деп ойлайды. Ер түспесін білген соң торы шолақ тоймыш болғанын қайдан білсін? Торы шолақ көзіне көрінгенінің күйедей соға бермегенде не бітірсін? Үйірі иесіз қалып бара ма? Тігетін кестесі қалып бара ма? Көп жылқыдан бос жүрістен күдер үзгелі қашан? Құнан болғалы торы шолақ қойшының астынан арылған жоқ. Бүгінде торы шолақтың қаншаға келгенін жұрт ұмытып тағы кетті. Тек торы шолақты біледі. Торы шолақ беріктіктен қойшыға ат болды ма, ол арасы мәлім емес. Әйтеуір торы шолақ берік. Торы шолаққа қамшы дегеніңіз жалақтың тілімен бір есеп. Өйткені борбай жақты қойшыға тапсырып, ауызбен ақыл ауылы қонған болатын. Торы шолақтың жаны сүйетін жүрісі аяң. Бүлкектен де оған налог төлегені оңай. Желіс, шабыс түске кірмеген нәрсе ғой. Өйткені кішкене бүлкектесе, қарны қорқ-қорқ етіп, шорттасы үзіліп кете жаздайды. Оның бүлкегі мінген кісіге де пәлен бапты емес. Оны бүлкектетем дегенше, томарлы жерде қоқай арбаға мін. Қойға мінген мал құл боп кетеді ғой. Қалайда торы шолақ үштің біріне қосылған мал. Ол үшіміз жаман қатын, шабанат, өтпес пышақ қой. Торы шолақты неге сөз қып отыр деп қоңыраймаңыз. Оның кішкене кілтипаны бар. Мана Әбенбайдың үйінде құрметті қонақтар көк дастарханды жағалай отырып шайға бас қояды ғой. Дәл сол кезде осы торы шолаққа мініп Қойтеке түйеге кеткен еді. Малшылар да торы шолаққа ұқсап, жоқтан өзгеге ерініп, біріне бірі иек сүйеп кететін әдеті ғой. Түйеші қойшыға сеніп, ауа жайылған бес түйесін қайырмаған екен. Өзі қайырып алар деп қой ұзап бара жатқан соң қойшы да айдап келмепті. Күн кешкіріп бара жатқан соң қойшы мен түйеші әңгімеде жүріп, атқа жеңіл телпекбайды тауып алмасын ба? Сен барып айдап келе ғой деп торы шолақпен Қойтекені жіберді. Әкесі осы қойдың соңында жүрумен басы көрге кірген. Шешесі байдың сиырын сауатын жетім бала кім десеңіз, ол Қойтеке. 9-дан 12-ге дейін Қойтеке қозы бағып, 13-ке шыққан жылы қойдың соңына түспеді. Тіс қақпаған бала қойшыны ана қойшылар қолдаяқты бала көріп, оған-бұған жұмсай беруші еді. Қойтеке де жасынан көп жұмсалған кежір бала ғой. Әйтпесе тіл алмаса, үлкен қойшылар тоқмаш сыйлап қоятынын білген соң, жазған Қойтеке тепеңдей түйеге тартты. Қойтекенің астында желқом. Оның асты торы шолақ. Қолында шығыршықты кендір қамшы. Кигені шолақ қаудыр тон. Аяғында шанабас шоқай. Көз барында түйенің қарасын көрейін деп, аяғын тыпырлатып, шолтаң еткізіп торы шолақты борбайға салып қалады. Торы шолақ қырсаудың қырсауы. Бит жаққан құрлы қабарын әлмейді. Торы шолақтың көрген қоқайы осау. Ой жамандат, ойсыл келгір, құлағыңды, иттің малы деп Қойтеке тістеніп, шапқа да басқа да мойынға да ұрады. Сол кезде торы шолақ басын бір изеп, екі адымдай ғана бүлк-бүлк барсаңдайды да, жорғасынан жаңылып кеткен немене жалма-жан қыбыр аяғына түседі. Қойтеке тағы ұрады, боқтайды, қарғайды, сілейді, жұлқынады, тыпырлайды. Торы шолақ міз бақпайды. Жұлқынып Қойтеке әбден теріледі, қол аяғы да талды. Сонда да тыпырлауын қоймайды. Әлден уақытта бір дөңге шығып, көз ұшында бұлдыраған 4-5 қараны көрді. Қас қарайып барады. Енді тезірек жетейін деп, торы шолақты тағы да басқа көзге төпей бастады. Сол төпеудің үстінде кендір қамшының басы ұшып кетіп,
Сабы шолтаң ете түсті. Олай іздеді, бұлай іздеді. Шөптен айырғысыз кендір не табылсын. Кендір қамшы адыра қалған соң-ақ Қойтеке мен Торшолақтың басына бір алуан жаңа дәуір туды. Бұл дәуір туысымен-ақ Торшолақтың мерейі үстем бола бастады. Қу шекесіне, жұқа шабына жылтыңдап маза бермейтін шыбыннан құтылды. Шолақ саптың сіреу теріге былп еткенін бұйым көрсін ба? Бірақ бұл дәуір Қойтекеге жайсыз келді. Қашып қалған қары қатты ұруға жарамады, ұрғаны өтпеді. Торшолақ аяңды азайтуға айналды. Мына қыбырмен анау Бесқараға жете алмасын сезді. Қарғап, зарлап, боқтап, кейіп, ақтық күшін жия қос тепекке салып тыпырлап көріп еді, Торшолақтан қайран болмады. Қойтекенің жүрегі өртеніп, күйіп, долданып, кейіп, жылап, домалаң етті де Торшолақты басқа бір салып қоя берді. Қара түн жан-жағын қамап жұтып қоятындай ұмтылып келе жатыр. Таулар бұлдырап барады. Айдалада жермен-жексен қыбыр-қыбыр етіп, домалаңдап Қойтеке келеді. Жүрісі өнбейді. Қайбір борбайы ұзын кісі. Топалаңдаған шоқа етік киік жиып, кейін тартады. Томаршағы бұлтылдап тайғанай береді. Сонда да ентелеп ентігіп, жанын шырып тырбаңдауын қоймайды. Тер пұшпағынан ақты. Жыртық милық, жалбыр тымағын қолына алды. Жаман тонның белін шешті. Әдегеде бойы әнтек сейілген тәрізденді. Аздан соң шекесіне қылбырау салған адамдай басы тарыла бастады. Тер қатқанын біліп, жаман тымағын жылп еткізіп қайта киді. Не дегенмен жанды қарға ғой. Борбайы тызыңдап, жер-кенеше қыбырлап келеді. Бір игі жері алыс жақынды көп кезіп, тырбық борбайы жер мөлшерін алған ғой. Алғашқы бетінен адасқан жоқ. Әлден уақытта сереген мойнақтарды көзі шалды. Келақ шөк бұлай ақшелектеп, шырылдап айғайды салды. Түйелер, сен қайдан келіп қалдың дегендей, әуелі аңтарылып бір қарады да, жаяу Қойтеке екенін көрген соң ж-ж деп мазақтаған немеше мойындарын қақырайтып көрмеген сыпқырындап жайыла берді. Әйткенмен тырбаңдаған Қойтекенің шолақ ағашы тірсектеріне тықылдай бастаған соң түйелер елейін деді. Айдаған жағына ығыса берді. Бір жаман жері ішінде бас білгі түйе жоқ екен. Мойнақ ит қайбір жөнге жүрген. Бірін қайырса, бірі теріс лағып сілесін әбден қатырды. Қайырған сайын қарғайды. Жау алғыр, иттің малы деп қояды. Түйелерге қарағым дегенмен бір есеп. Тайталаңдап аласұрып жүргенде өкшесі даладай боп қажалып қалған екен. Қаны сорғалап майы шығып, ауырып жүргізбейді. Жерде қырбық қар, түн. Амал жоқ. Шоқа етігін қолтығына қысып, жаяу жүгірді. Әудем жерге барғымай-ақ мұзға тыққандай аяғы ағаш боп қатып қалды. Аяғы мұздаған соң бойы да жаурады. Тісі тісіне сақылдап, дірілдеп өлдім-талдым дегенде түйелерді айдап ауылға келді. Келе мұрттай ұшып, ас үйдегі жаман жабдық ортасына кірді. Мана біздің жақсылар Әлдекейдің Мүсірәліні мазақтағанына, Жындығараның Буаз Мәтішке болғанына мәре-сәре болып, жыл үйде майға тойып, Құдай берген кісі ғой деп майда мадақтасып жатқанда, Қойтеке иттің малы ақшелектеп, етіле еңіреп, үсіп өлгелі келе жатыр еді. Қойтеке жаурап келіп үсіп жығылғанда, тоңып қалдау деп аяудың орнына манағын қойшы. Торшолақ қайда деп сұрады. Өзі ыңқылдап, күрсілдеп, беті албырап жатқан Қойтеке қалды далада деуге мұршасы келді. Жұрымың құрғырау, оны неге тастап кеттің? Қасқыр жеп қойса қайтесің деп қойшы қоңқылдап жер жебіріне жетті. Қойтеке не жауап қайтарсын? Өзі бойын жылыта алмай, танауы тарс бітіп, дөңбекшіп жатқан кісі. Тек бәйбішенің қаттысын қайырып, жұмсағын жұмырып, жаңа ғана болып келген шешесі, Қойтекемісің, ас жедің бе, неғып жатырсың деп сұрады. Баласының ыңыранып, тісін шықырлатқанын естіп шешесі, ой жасаған, не болды деп қасына келіп үңіліп еді, баласы ышқынып, солқылдап жылап қоя берді. Соры қайнаған шіркін, сорын қайнаған екен ғой деп шешесі де кемсеңдеді. Сол жатқаннан Қойтеке тұрған жоқ. Бір жұмадан кейін таңсәріде төрт құлақты ескі бейіттің түбінен 3-4 малай жер ошақ қазып, жазған сорлының кішкене денесін қара жерге тапсырды.